Шындықты мен айтпасам кім айтады? Осы қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан дейді ғой қазақ. Ешқандай нәрсе ұрттап айтқан жоқпын. Концерттен кейін өте тамағым отырып қалған рас. Бірақ менің қызымды ереніп атыр қазір 17 жылдан кейін. Үйге кірмеген адамдар, менің қызымның маңдайынан сүймеген адамдар біздің қызымыз екеуміздің арамызға от салып еленгісі келіп жатыр. Мен бауырға басқанымыз рас. Қай қазақ бауырына баспай жатыр? Зәкең екеумізде екі баламыз түсіп қалды. Содан кейін Зәкең менің туған бауырымның баласын сұрады. Менің анам Зәкеңе кетар деп айта алмады. Бірақ Зәкең өзінің тегін берді. Ал енді қыз 18-ге келгенде Зәкең айтам деген. Қыз 20-ға келген деп жатыр. Сондықтан да мен бұл сырды жасырып келе жатқаныма 17 жыл болды. Қызым өзін бауырларын білсін деп айттым. Кінәламаңыздар. Қызым жылап-жылап кешірім сұрады менен. Кешірім, мама, мен қайда кетеді дейсің? Бірақ папамның фамилиясын өзгертпеймін деді.